Пойдем! 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 Бұл оның Бішкекке екінші рет келгенде, тұл жетім болып келгенде тоқтаған жері. Қазір мұнда қалам ұстауға баулайтын нөмірі 33-ші мектеп гимназия орналасқан. Ал ол кезде қару ұстауға баулайтын Фрунзе жаяу әскери училищесі болатын. Балдар, 1940 жылы оқушылар үшін ешігін ашқан біздің имаратта улы атамекендік соғыштың кесепетінен 1941 жылдан 45 жылға чейінгі аралықта Фрунзе пехоталық училище болып ашылған. Ошол учурда соғыштың кесепетінен жап-жаш болған 17-18 жаштағы аскерлер тобы Қырғызстандан, Өзбекстандан, Қазақстандан бардығы чоғылып соғышқа кетішкен. 24 тамыз 1942 жыл. Әскери училищенің курсанттары лейтенант атағын алу үшін емтихан тапсыруға әзірленіп жатқан. Сол емтихан алдында әрі тактикалық жаттығу сабақ өтетінін батальон командирі айтқан. Кезекші түн ішінде шырт ұйқыда жатқан курсанттарды «Пойдем» деп оятқанда, сол тактикалық сабақ шығар деп ұқтық. Пойдем! 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 Апыл-ғыпыл атып тұрып, шапшаң киініп сыртқа шығып жаттық. Қасыма иықтаса кеп тұра қалған Мейірманов бізді соғысқа жіберейін деп жатыр деді. Өңі құп-қу болып кеткен. Шын ба? Рас айтам, мына ел қоштасуға жиналыпты. Жақсы болған екен. Несі жақсы? Соғысқа жіберетінін айтамда. Ең болмаса лейтенант атағын ала алмадық. Бар оқуымыз зая кетті. 10 шақты күнге мәулет берсе қайтер еді. Оқ шен таңдамайды. Қалай соғыссаң да бәрібір емес пе дедім. Мейірманов үндемеді. Осылай біз майданға аттандық. Ол осы вокзалдан пойызға отырып майданға аттанды. Жол жөнекей отырған көп адамды көріп, пойыз деген қанша кісі кірсе де апыр-топыр жұтып жіберетін түпсіз апан деген ойға келеді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде екі елден де әрбір 4-ші азамат майданға аттанды. Соғысқа Қазақстаннан 1.366.000, ал Қырғызстаннан 360.000-нан астам адам кетті. Тезірек жетсек екен майданға дедім мен. Мейірманов қамыққан үнмен: бір үйден жалғыз едім. Артымда кәрі шешем қалды. Бәрінен сол байғұсты аяйым деді. Тірі жан, ел ортасында отыр. Оған несіне уайымдайсың? Жұртпен бірге күнін көрер. Сендей артымда шешем қалса, арманым болмас еді. Қырғыз қазақ халқының бір-біріне деген жанашырлығы байқалған кезең бұл мынау 1931-33 жылға ашаршылық тұсында. Мынау Семейден бері қарай осы Шығыс Қазақстан, содан кейін осы Жетісу бойында қазақтардың үлкен бөлігі сол ашаршылық кезінде басын сақтау үшін Қырғызстанның мына Шу бойы, Талас өңіріне көшіп барған. Сол кезде Қырғызстан үкіметінің төрағасы Жүсіп Абдрахманов деген ірі тұлға соларға қамқорлық жасаған. Ол жұмысты сол кездегі Москвадағы РСФСР үкіметінің төрағасының орынбасары Тұрар Рысқұловпен бірге жасағандығы байқалады. Екеуі қабаласып отырған, мына Қырғызстанның орталық мемлекеттік архивінде қор бар. Сол қорда осы Тұрар Рысқұлов пен Жүсіп Абдрахмановтың Қырғызстанға көшіп барған қазақтарды
қырғыннан сақтап алу туралы құжаттар сақталған. Қазіргінің баласында емін-еркін ойнай алмаса да, ол Фрунзеден, яғни бүгінгі Бішкектен достар тапты. Әкесі Яков есімді орыс үйінің шаруашылығында қара жұмысын істеп, соның берген кепешігінде тұрған. Қасіреттің үлкені тап сол жерде болатынын білмеген олар, құлағалы тұрған кепешіктің өзіне қапысыз қуанады. Қожайынның үйінде жұмыс істеп жүрген күндердің бірінде атам еңбегін алған ескетікті нанға айырбастауға қала базарына барады. Әкей ағасы Қасыммен бірге аш құрсаққа талғажау етерлік бірдеңе іздеп қалаға шығып кетеді. Қалаға барар жолда оларды қаңғыбас балаларды жинап жүрген милиция патрулі тоқтатады. Нашар киінген балаларды жетімдер деп ойлаған милиционерлер оларды күшпен арбаға отырғызады. Осыдан кейін балалар тынышталып, тағдырдың дегеніне мойын сынып үндемей қалған. Бір сағаттан соң оларды балалар қабылдайтын жерде құжаттарын шұғыл рәсімдегеннен кейін балалар үйіне барады. Осылайша әкей онсыз да аз ғана ғұмыры қалған әке шешесінің көзі тірісінде-ақ жетім атанған. Жетімхана жуығырақта жібере қоймайтын болған соң Қасым ақыл айтты. Жетімдер үйі нан береді екен. Екеумізге берген нанның біреуін жеп, екінші өзімін Бибігүлге қалдырайық. Нанды көп жинап алған соң жетімханадан қашып кетеміз деді. Тәрбиеші қашып кетпейді деп ойлады ма, далаға шығаратын болды. Азанғы жемі жоқ шайдан соң Қасым, сен осында қала тұр, мен барып қайтайын. Аға үйде болса, кешке қарай сен алып кетеміз деді. Сол қасіретті күні әжем үйде кішкентай қызымен қалады. Әкейдің қарындасы қатты аяздан жылыну үшін пештің жанында ойнап отырған екен. Бір кезде аяғы тайып кетіп, пеште жанып тұрған оттың ортасына түсіп кетеді. Төсекке таңылған ана сәбиіне қол ұшында соза алмайды. Туған баласы тірідей өрт құшағына оранған қасіретті оқиғаны көзімен көруден басқа дәрмені жоқ ана жүрегі де жан шошырлық көрініске шыдамай бірнеше минуттан кейін мәңгілік тыныс тапты. Бір сұмдықты сезген атам мен Яков кепешікке жүгіріп жеткен. Қайғылы көріністен шошынған атам жылап жіберіп, әлі құрып, әйелінің бас жағына тізерлей отырып кешірім сұрайды. Сол уақытта Яков пешке су шашып, одан жанып кеткен қыздың денесін алып шығады. Яков атама әйелі мен қызын жерлеуге көмектесіп, одан кейін екеуі жоғалған балаларды іздеп шыққан. Ұзақ уақыт іздегенмен нәтиже жоқ. Өмірінің ешқандай мәні қалмағанын Яковке айтқан ол, егер балалардың бір үйіне оралып келсе, қол ұшын беруді сұрайды. Сол түні атам қожайынның үйінен аттанып кетеді. Бұдан кейін оны ешкім көрмепті. Ошо китепти окуп отурсак, Токаевдин ошо аталары Бишкекте жерленген экен. Мен өзүмдүн адамдарыма, тарыхчыларга ушундай бир тапшырма бергем. Архивтерден карап, Токаевдардын ата шешелерин таап, ошол жерге бир эскерткич коелук деп. Тилекке каршы таба албай атабыз, архивтерди карадык. Ушу Бишкектин рабочий городок деген жер бар. Где-то ошол райондордо Токай мырзанын раматлык жана анын жакындарынын изи жоголады. Бирок так белгисиз болуп жатыр. Біздің балалар үйінде Жанар дейтін қыз болатын. Бір күні әппақ ай сәулесі бетіме шақшия түскендіктен оянып кетсем керек. Қасым мен Жанар маған жотасын қаратып, ақырын сыбырласып отыр. Жанардың мынадай сөздерін естіп қалдым. Әке шешемен қарым
Өкінішке қарай ағасының айтқаны келді. 9 жылдан соң 1942 жылы Қасым Болтаев Ыржев түбіндегі шайқаста қаза тапты. Ол соңғы тірегі жалғыз ағасы Қасымнан да айырылып, тұл жетім қалды. Ол мектеп-интернаттан соң жоғары білім алуды ойлайды. Өкінішке қарай ағасының қазасы оның тағдыр жолын өзгертті. Ол өз еркімен соғысқа сұранды. Сөйтіп, Фрунзе жаяу әскери училищесіне жіберілді. Оны бітірген соң, ол Сталинград майданына аттанып, 226 атқыштар дивизиясының бөлімше командирі болып ұрысты. Шайқасқа қатысқан 3 айдан кейін ол жараланып, әскери госпитальге түседі. Жас жауынгер госпитальде қала бергісі келмей, көп ұзамай-ақ соғысып жатқан бөлімге қайта жіберуге сұранады. Ол 7-ші гвардиялық танк полкымен бірге Белоруссия, Украина, Польшада болған, Сталинградты қорғауға қатысқан. Ұрыстағы ерлігі мен батырлығы үшін 1944 жылдың аяғында Отан соғысы орденімен, басқа да көптеген медальмен марапатталды. Поляк жерінде қатты жараланып, Берлинге жете алмай қалады. Жау оғы оның оң аяғын жаралаған. Ол соғыстан 2-ші топтағы мүгедек болып оралды. Басында баспанасы, не білімі, тұрақты жұмысы жоқ. Өмірін қайта бастауға тура келді. 1945 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Ол оқуға әскери киімде балдақпен жүріп кіреді. Оның соғыста алған ауыр жарақаты мен тұрмыс қиындығынан басына түскен тауқыметті жеңіп шығуға жігері жетті. Ол қазақ әдебиетіне өлшеусіз үлес қосты. Детектив жанрында қалам тербеп, қазақ детективінің негізін салды. Оның кітаптарын қазақ оқырмандары ғана емес, көршілес елдердің, соның ішінде Қырғызстанның да оқырмандары қызыға оқыды. Бұл тағдырлы жазушы, детективтің дарабозы Кемел Тоқаевтың тағдыр жолы. Бір туған қазақ пен қырғыздың тарихы. Солдат соғысқа кетті деген романнан бастап, оның ана детективтік шығармаларында да осы екі елдің арасындағы байланыстар бар. Осы біз отырған ғимаратта Кемел ағамыз жұмыс істеді. Осында кеңесші болып жұмыс істеді. Сонда әңгімелердің көбінде балалық шағын айтқанда, өзінің есейіп ер жетіп келе жатқан шағын айтқанда, қырғызға деген махаббаты бірден білініп отыратын. 70-ші жылдары әкей маған Бішкекке барып, тұрған үйін көруді өмір бойы ойлап жүргенін айтқан. Әдетте, тіршіліктің тауқыметінен қайбір қол босасын. Шұғыл шаруалары бар. Әйтеуір сапары ылғи кейінге сырылып, сол күйі Бішкекке бара алмады. Қазақша әкемде өзімден атамдың көзі өтіп кетті. Анан ошол кезде әке туралы, ата туралы эмне күйлөр, чыгармалар болсо ошонун баарына өтө көңүл бөлүп баштадым да. Анан бир күнү эле Токаевдин ушул интернеттен көрүп калдым, мысли об отце деген. Менде мындай чоң деңгээлдеги саясатчы атасы жөнүндө кандай ой толгоо жүргүздү экен деген кызыгуучулук пайда болду. Соңуна чейин өзүм окуп чыктым, чоң таасир калтырды. Анан ойлонуп көрдүм, эмнеге которбоско деп. Которгондо бирде ыйладым, бирде күлдүм, бирде сыймыктандым. Биринчиден, экинчиден болсо дагы бир жолу ынандым. Кыргыз менен казактын тарыхтагы басып өткөн жолу бир экенин китептен да байкадым. Мен ошол китепти редакциялап жатып ыйладым олтуруп алып. Бул чоң трагедия. А мындай тагдырлар көп. Бизде казактар көп. Маселен ошо 30-жылдары келген, ачарчылык маалында келген казактар көп. Маселен ошол азыр Кыргызстандын атуулуу эле бизде кыргыз-казак диаспорасы бар. Мисалы, казактын арасында деле өзүнүн түбүбүз биз кыргыз деген руудан болобуз, казакпыз деген канча кыргыздарды көрөм мен. Жоокерчилик заманында башка да кеткен учурлар. Мынау 1916 жылы Қазақстанда көтеріліс болды. Тура осы жағдай Қырғызстанда да орын алды. Скөл трагедиясы деген жағдай болды. Осы уақытта Орынборда шығып тұрған қазақ газеті Скөлдегі трагедия туралы көп жазды. Бөкейханов бастаған, Міржақып Дулатов бастаған тұлғалар үндеу тастап Скөлде қырғыздарға көмек қорын ашқан. Түрлі ауыр тарихи кезеңдерде қырғыз бен қазақ халқы бір болған, бір-біріне көмектескен. Тарихи деректер солай дейді.
Қазақ-қырғыз ежелден ақ бөкеннің қылындай суырылысқан, ақ бидайдың онындай жұғысқан егіз ел. Екеуі бірі-бірімен тағдырлас болған соңда ежеттес. Қазақ-қырғыздың ерте заманғы ерлігіне, күні кеше бастан кешкен шер моңына, ал бүгін ел болып еңсе көтерген салтанатына қасиетті Алатау куә. Абайға ескерткіш қойылды, керемет, Бішкекте. Ал кеше бәрімізге ортақ деп айтатын Манастың, Айкөл Манас деген үлкен ескерткіш қойылды. Қазір Астанадағы Қабанбай Батыр көшесінің бойында Асқақ Манас тұр. Бұл сол екі елдің рухани бірлігін көрсетеді. Екеуінің ағайын туыс екендігін көрсетеді. Манас эпосына келгенде қазақтың интеллигенциясының ролы абдан чоң. Себебі мұны баяғы ұлттық анан бір эпос деп бұны таптақыр құрту керек деген мәселе болған. Ал учурда біздің чоң фигураларыбыз жоқ. Мәселен, Айтматовтай дүйнөлүк фигуралар жоқ. Ал учурда Мұхтар Әуезов білесіңдер, СССРда чоң бір масштабдуу классика айланып қалған жазуучу. Анан Мұхтар ағаң анан керемет докладты жасап, эпосту сакташып, бириктирген варианты 4 Манастын классикалык вариантын анан Казандан 60 000 нусқа менен чыгарышты. Бұл ошол Валихановтан Әуезовқа чейинки Қазақ-Қырғыздың байланышы. Құштың қош қанатындай болған халq сөзсүз түрдө жанагындай өзүнүн улуттук тамырына кайтуу керек. Алтай дүйнө таанымынан башталган Манас менен Көкчөнү эле достугунан айтууга болот да. Тоқаев мырза қырғыз мамлекетіне, қырғыз халқына жақын саноо менен мамиле кылат. Аны қырғыз халқы түшүнөт жана баалайт. Түрк дүйнөсүнүн байыртадан келаткан ана сөз бар го казактар, кара чамгарак. Ошонун муракери бул Қазақстан. Басыма кийдім ақ қалпақ, сәндетіп шетін қиғызған, менің де бетім жап-жалпақ, айырмам қайсы қырғыздан. Қазақ ақыны Әбділда Тәжібаев. Тілімдей болған тілің бар, ділімдей болған ділің бар, айтшы айналайын қазағым, өзіңнен басқа кімім бар. Қырғыздың оқымыстысы Сулейман Кайыпов.